Сәлем достар, тағдыр жазуы келін әні сынды түрік телехикаясында басты рөлді сомдаған белгілі актер Озжан Дениздің өз анасы мен қарындасын үйінен қуып жібергені рас па? Актер неге жүрек талмасына ұшырады? Жас әйелі кім? Осы сынды сұрақтарға бүгінгі видеода жауап беретін боламын. Алдымен лайк, комментарий сұраймын. Ал кеттік ендеше. Кешеден бері танымал түрік актері әрі әншісі Озжан Дениздің түсірілім кезінде жүрегі тоқтап қалғанын бақ өкілдері жарыса жазып жатыр. Ақпарат көздеріне сүйенсек, 52 жастағы актер шұғыл түрде ауруханаға жатқызылған. Оның әйелі блогер Самар Даткар әлеуметтік желіде үрейленіп, ауруханаға жүгіріп бара жатырмын, тыныс ала алмай жатырмын. Егер оған бірдеңе болса, бәріңді тозақ отында өртеп жіберемін, деп жазба қалдырған. Мұны жанкүйерлері енесіне қарата айтылған сөз деп пікір қалдырыпты. Дәрігерлер актерді қарап тексеріп, жағдайы тұрақтанғаннан кейін үйіне шығарған. Бірақ таяу уақытта ангиопластикамен істен қоюдан өтеді. Актердің жүрегі тоқтап қалуына соңғы кездері отбасылық өмірінде орын алған жиі кикілжің себеп болса керек. Оның анасы Кадре Дениз ұлы мен келіннің үстінен ешқайда кетпеу туралы қолхат алып, сотқа шағым түсірген. Ол өзінің қауіпсіздігі үшін қорқатынын айтып, билікке хабарласқан. Сонымен қатар актердің ағасы Озжанды анасын үйден қуып жіберді, әпкесіне күш көрсетті деп айыптап, онымен қарым-қатынасын үзген. Жауап ретінде Озжан Дениз өз отбасы мүшелерінің тілі өте ащы деп айыптаған. Денсаулығына және сот ісін жүргізуге қарамастан актер мансабын жалғастыруға ниетті. Ол жақын арада медициналық процедуралардан өтеді, содан кейін түсірілімге қайта оралуды жоспарлап отыр. Ал кеше Instagram желісіне сторис салып, өзінің денсаулығына уайымдаған барлық жақын туыстарына, достарына алғыс білдірді. Айта кетейік, Озжан Дениз ирандық блогер Самар Даткармен бұтау құрған. Алайда оған анасы қатты қарсылық танытса керек. Дәл қазіргі таңда актер Озжан Дениздің өмірі тура кинодағыдай өтіп жатыр десек артық болмас. Актерге денсаулық тілейміз. Қанша дегенмен қаншама көрерменнің көзайымына айналған сүйікті актерлерінің бірі ғой. Жеке өмірінде де шығармашылығында да тек табыстарға жете берсін деп тілек білдіреміз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.